Есболат айда болсын. Бүкір. Ат туралы аңыз. 3-ші эпизод. Анығы өзім білем емес, өзі біледі болуға тиіс. Бірақ қоспаның да қулығы бір басына жетеді, әлденені құпиялағансып, елді ынтықтырып қояды. Иә, қоспа емес, бүкірдің өзі біледі. Қай кезде оттап, қай кезде тоқтау керегін. Осылайша өздеріне белгілі, өзгелерге беймәлім бұрын соңды бұл маңайда ешбір атбегі қолданбаған төтенше әдіспен келесі бәйгеге жаратылды. Аптасына бір мәрте атшабар алаңына барып айнала шабады. Қалған уақытта жүріс бірде тауда, бірде ойда. Ауыл маңындағы егіс алқабы уақыт өте қатайып кетеді. Ат аяғын соғып мертіктіруі кәдік. Қоспа ол кезде тікелей қопаның жазығына тартады. Көктемде суы көтеріліп, жазда сорығы шығып жататын борпылдақ сары топырақ қыстың аязында да онша үгіліп тұрады. Ат тұяғына да жайлы. Сары тышқанның іні көп, сол себептен шаба қалса шоқырақтан арыға бармайды. Қоспа бұл күнде ат баптау үстінде ешкіммен ақылдаспайды, тіпті қарт жылқышын да еске алып, болмашыға бола әруақты мазалауды қойған. Оның бар білерін сіңіріп алғандай сезінеді. Соңғы бір кеңескенде күнделік жүргіз, бар білгеніңді жазып отыр деп еді. Қалың дәптерді осы үшін сатып алдым. Бүкірдің бүкіл іс-қимыл қозғалысын, мінез құлқын, ішіп жемін хатқа түсірді. Тіпті күніге қанша мәрте тезек тастап шаптырғанына дейін жазды. Бір апталық жазбасын оқып отырып өзі таңғалған. Айдақ-сойдақ өзінен басқа ешкім түсінбес қарыппен таңбаланған деректің ішінде шөп жеген кезі жоқтың қасы бар, бірақ аз. Су ішкен соң маялап жиған жоңышқаға басын тығып бірер қарпыған. Оның өзі де 3-4 минуттан аспапты. Қалған уақыты ашық қора ішіндегі жүріспен өткізген. Бір күнде 7 рет аунаған, 9 рет өзінен өзі ойнақтап ары-бері дүршілдете шапқан. Ең ұзақ жасаған әрекеті күнге қыздырыну екен. Бірде кекілін аймалата қасқайтып тұрады, бірде бөксесін тосып мүлгіп сағаттап тұрғаны. Бұл сонда шөпті қашан жеп жүр? Деп Қоспа ойланып қалды. Бүкірдің түнгі қимылын аңдуға көшкен. Қою қараңғылық еркін түсіп аспанға ай қыдырып шыққанда Бүкір маяға тақап барды. Содан артық кемі жоқ 40 минуттай көтірілетті. Астаудағы судан ішіп қора ішін ары-бері кезді. Бірде ана бұрышқа, бірде мына түкпірге таяп барады. Әлденеден үріккенсіп атырла шабады, мойнын доғаша иіп, құйрығын көкке шаңшып, одыраңдап желеді. Сосын қайтадан жуасып, әр нәрсені тұмсығымен түркілеп, тіміскіленіп жүреді. Жалт бері бүркіп, қайта ойнақтайды. Шамамен 1 сағаттан аса жүрістен соң, жерге төселген сабанның үстіне барып көсіліп жатты. Қоспа болары болған шығар деп кетуге ыңғайланды да, таңның атысын күтейін деп ұйғарды. Шөптің бір шетіне барып ол да қисайды. Көзілініп кеткен екен, күтірлеген дыбыстан оянды. Алагеуім шақ екен. Бүкір орнынан тұрып, маяға барыпты. Сағатына қарады да дәптеріне түртті. 22 минут бойы шөптен бас алмады. Содан кейін су ішті, жүрді, тұрды, аунады. Ертеңіне тағы бақылаған. Кешегі іс-қимыл айна қатесіз қайталанды. Ораза ұстаған әдемдай, күндіз неге шөп жемейді десем, түнде тойып алады екенсің бәлем, деп Қоспа жымиып бір күлген. Содан кейін түнгі күзетке шықпады. Тек бәйгеге 3 күн қалғанда бір байқап көрген. Ұлы дүбірдің жақындағанын сезем екен, әлде қалай, әйтеуір мінез құлқымен қозғалысында өзгеріс бар. Күндіз де, түнде де ішіп жеуі күрт азайыпты. Есесіне жүрісті көбейткен. Ертең бәйге деген күні кешқұрым атшабарға жетті. Бәйге алаңының бір шеті түгелімен ат қора екен. Ұзыннан ұзақ салынған қоралардың әр бөлмесінде бір-бір тұлпар жер тарпып тұр. Соның бірін жалға алып Бүкірді кіргізді. Өзі тақыммен жабуларды қабаттап салып, ат көрпені жамылып іргеге таяу қисая салған. Дабырласа сөйлескен адамдар үнінен оянды. Таң атыпты. Бүкір терезеге біреу тасқып байлап тастағандай маңдай тіреп тұр. Бүгін жатып дем алмаған секілді. 2 рет тезек тастапты. Мына тарғапастан тезірек шыққысы келетіндей жер тарпып, осқырынып қояды ара-тұра. Суғарып жарты сағаттай шөп шалдырды да далаға шықты. Күн арқан бойы көтерілген екен.
Атшабар іші аттылы адамға толы. Жабулы сәйгүліктің үстіне жарбайып мінген балалар 3-4 топталып алып ат жүргізіп жүр. Кейбірі желе шоқырақтап барады. Әрбір тұста атбегілер қыдайып қарап тұр. Бір-біріне онша жақындай бермейді, жақтыра да қоймайды. Әңгімелесе қалса іштесіп кетпейді. Сөзге сараң, көңіл алаң. Әркім өз әңгімесін айтып, өзгенікін құлаққа ілмей кете барады. Есіл дерті шеңберді айналып жүрген жүйріктерде. Солармен бірге жүреді, солармен бірге желеді, шабады, тіпті терлейді. Ара-тұра бүгінгі аламанда алдымен келіп, абырой асырар сәтін қиялдап та қоятын шығар, кім білсін. Тап қазір олар үшін басқа мақсат, бөгде мұрат жоқ. Жер әлемде соғыс басталып, топан су басып жатса да, бәйгіден кейін ғана бұғалай болғаны деп тұжырымыздер. Іштей шерғып, сырттай түйіліп алған. Әні, күрең қасқаға мінген мұртты бапкер қамшысын бұлғап шабандоз балаға әлдене деп айғайлады. Сол екі арада брезент шабулы торы құнан құйрығын көтеріп жіберіп тезек тастады. Әлгі адамның көтерген қамшысы енді астындағы күреңнің сауырын осып түсті. Тыпыршыған күрең атырыла шапты. Әлгі адам тап бір торының тезегін әлдегім ұрлап кетердей өңмеңдеп жетті. Атынан қопарыла түсіп, буы бұрқырап жатқан жас тезекті алақанына салып умаждай сықты. Жап-жасыл тезек қағаздай құрғақ екен. Бірер тамшы зорға шықты. Атбегі әлденеге көңілі толғандай тезекті лақтырып жіберді де қолын шапақтап қағып атына қарғып мінді. Мына жақта қара жорғалы бір кісі қатарласа жүрген 3 аттың қасына тайпалып жетті. Жабу астына қолын сүңгітіп жіберіп, содан кейін сол қолын тілімен жалап жатты. Кәдімгі бал сұрғандай талмайды. Аттан хабары жоқ адам көрсе, мына бір-екі көріністен тіксініп қалар еді, жиіркеніп кетер бәлкім. Олардың бірі тезектің санымен сыққанда шыққан сөл арқылы аттың аш тоқтығын, бабы келген келмегенін біліп, екіншісі аттың терін жалап, ащы тердің бітіп, тұнық тердің шыққан-шықпағанын тексергенін қайдан білсін. Қоспада бүкірді жетелеп бір қапталдан қосылды. Ешбір топқа қосылмай, елеусіздеу жалғыз жүрді. Атшабар шеңбердің жолы ауылдағыдай тақыл-тұқыл тепсең емес, борпас екен. Ат тұяғы шашасына дейін көміліп кетеді, есесіне жеңіл әрі жұмсақ көрінеді. Әлгінде уыстап алып қараған майда топырақ секілді үгінді бірдеңе. Таза қанды жылқылар үшін шетелден арнайы қиыршық әкеліп төгет деуші еді, сол болғаны ғой деп іштей топшылады. Атшабарды 3 рет айналды. Басында аяңдап жүрген, соңыра сар желіспен аяқтады. Шабысты түстен кейінге қалдырайық деген басын сүзіп, ауыздық кере берген бүкірді жалынан қағып. Көп күттірмей бәйгіде басталды. Әдеттегідей тай, құнан, топ жарыс, жорғалар бәсекесі, ұлы бәйгі түс ауа басталды. Көліктің көлікесінде байлаулы тұрған бүкір бір қарағанда салыңқы көрінген. Бірақ жабуын сыпырып, жалқұйрығын сүзгенде басын көтеріп, дүбір аңдып құлақ түрген. Шабандоз бала мінгенде көзі ойнақшып, қутын қақты. Тізгін керіп, басын екілене сүзіп, бәйгі аттары тұрған топқа қарай тартты. Әп бәрекелді дескен ауылдастары. Жарайсың, мейіздей қатырыпсың деп Қоспаны мақтағандар да бар. Аттың бабы келіп тұр екен, енді бағын берсін Құдай деп шынайы тілек айтқандар да көп. Қоспа бүгін біртүрлі қобалжып жүр. Бағана бәйгеге тігілген көліктерді сыртынан көрген. Сөренің маңайына тізіп қойыпты. Кілең шетелдік автокөлік ең нашары қайсы екенін болжай алмайсың. Бұйыртса, анау джиптің біреуі сенікі деген Тимур құрдасы. Еңгезерде екеу қатар тұр екен. Бірі қара, екіншісі ақ, қарасы үлкендеу. Аламанға сол тігіледі, яғни темір тұлпарларға бір, Тимурға бір қарат, қалжың емес шынын айтып тұрған секілді. Екеуі екі көлікке қызыға қарай кеткен. Осы көліктердің өзі-ақ бұл бәйгінің басқалардан бәсі биік, дәрежесі жоғары екенін айғақтайтындай. Осы қазір бүлкілдей желген бүкір тура сол екі джипке қарай тартып барады. Тап бір осы үшін келдім дегендей кейіпте. Қоспа, я жаратқан ием, жаппар хақ, өзің қолда, ата-бабамның аруағы жар бола көр деп ішінен Құдай мен аруақтан қатар медет тілеп. Бәйгіні басқарушы асаба әлекедей жалаңдаған жігіт екен, өзінен өте жұтынған боз айғырға мініп алып ойқастап жүр. Аузына жұқпайды. Өлең сөздерін түйдектетіп тастайды. Қоспа ол түйдектің бірін ұқса, екіншісін ұғалар емес. Сол түйдегімен қорытпастан сіңіріп жатыр. Асаба аламанға шығар аттарды таныстыра бастады. Қағазына бір қарап алып, әрбір аттың атағымен қоса иесінің де жеткен жетістігін жіпке тізеді. Қарап отырса, ат қосқандардың ішінде бір осалы жоқ, кілең шынжыр балақ шұбар төс.
Қоспа бәйгі жолына жақын маңда дабырласып тұрған бір топ аттылы жаяулы адамға тақап барды. «Неге бәстесесің, жаңағы қара көгің жорық емес», дейді бірі өзеуреп. Кескен томырдай кеспелдек кісі, бұрын бір-екі рет көрген адамы, қасында ұзын тұра досы бар, екеуі бәйгіден қалмайды. Кеспелтек қызынып алыпты, әлдекіммен дауласып жатыр. «Қалай жорық емес?» деп анау шырпыр. «Рысагул, жел саты, түр-тұрпатының өзі айтып тұр. Сенбесең құжатын барып қары. Ресейден келген болып шығады. Мінгізсе мініп көр. Іші бауырың қолқылдап астан кестеңін шығарсын. Жорға деп баяғы үңгір-тастағы Асқардың жорғасын айт. Нағыз жорғалар сол кездет. Бүгінгі жорға жарысы рысактар келгелі бүлінді. Ақша үшін баяғы дәстүрімізді бұздық. Бәйгі алып жүргендердің 90% рысак. Маған салса жорғалар бәйгісін басы бүтін тоқтатар ем. Өй, қой, сандалма. Сандалмасаң сандалма. Жорға деген басқа болады, бауырым. Су жорға, су төгілмес жорға деген қазақ неге айтады? Оның жүрісі білінбеу керек, лыпыл қаққанда. Баяғыда үлкен аспен жиын тойларда жорғамен табақ-табат ет, тегене-тегене қымыз тасыған даяшылар. Сонда солар төгіліп шашылмайтын. Қоспа оқшау топтың әңгімесіне арбалып қалды. Ат басын іркіп тыңдай түскен. Кеспелтектің сөзі ұнап барады. Бірдемені білетін секілді. Сол білетін дүниелерін бірінен соң бірін тізіп айтып, қарсыласын тұқыртып тастады. Сөзіне қарағанда жорға жарыс деген де дұрыс емес, жорға салыс деп атаған жөн екен. Сонымен бірге жорғаны алысқа айдауға болмайды. Әрі кетсе 3-4 шақырым жететін көрінеді. Жорғалау жылқы баласына Құдай берген ұлы өнердің бірі екен. Соны алысқа айдап салып салықтырып, әсем жүрістің әдемілігінен айырылып жатыр екенбіз. «Әй, аттар шықты», деді осы кезде біреу айғайлап. Жорға туралы әңгіме сап тыйылып, бәрі бәйгінің алаңына көз тіккен. «Анау бір торы қасқаны көрдің бе? Отарбаевтардікі. Былтыр қосылмады. Құнанында президент кубогын ұтқан осы бәле», деді Кеспелтек тағы білгіштігін аңғартып. «Қай Отарбаев? Өй, ана министрші Рахатбек Атығмет, Алматыда кәмпит шығаратын зауыты, ана бір қаптаған қонақ үй, мейрамхана, базарлары бар, өздері 3-4 ағайынды ғой, кілеңді көй. Анау қарагер байтал қожайындық екен». «Қай қожайын? Қайсысы нес? Өй, мынауың». Сол ма? Текті жылқы деседі. Әкесі Англияны шулатыпты, шешесі де осал емес. Естіген құлақта жазық жоқ, 200 мың долларға сатып әкеліпті. Ой, сол да сөз бе? Тілеубайдың азаматының өзі 150 мың евроға алып келді ғой Франциядан. Қайсы? Ана Раушанды ба? Сол. Жаңа топ бәйгіде жеке келді ғой. Өткенде Астанада ешбір атты жеткізбеді. Аламанға неге қоспайды екен соны? Дөнержін, келесі жылдан бастап аламанға салатын шығар. Осы жол қосу керек еді. Қоспайды ол, бас екеу емес, қожайыннан қаймығады. Бүгінде содан қашып топқа салды. Қазірде қожайынның аттары келетін шығар әдеттегідей. Бәйгі жоқ десеңші басқаларға. Әні, анау 41 нөмірлі ат, әкімнің аты. Қожайынмен тайталасар әл әзір сол ғана. Қай әкім? Облыстың. Былтыр шулатты ғой, Ербол Серков деген соның туған інісі ғой. Ол баласының атынан қосушы еді ғой. Негізі баласы айналсады. Ол да қызметке кірген секілді. Содан кейін інісінің атымен шығып жүр. Өй, ана атты қараш, ертеулі күйі кеткен бей? Қайсы? Әні, өзі бүкірмен немене? Я сөйтіпті. Ипподром ері ғой, бола береді. Бірақ құйысқанымен қоса өмілдірікте тартып тастап дей. Кімдікі болды екен? Тоңқаңдаған жүрісі қызық екен деп Кеспелтек жан жағына қарады. Өзгелер бүкірдің жүйрік болатынын айтып жамырап жатыр. Қоспа атын тебініп аулақтау кеткен. Ауыл арасының бәйгісінде ешбір дүлдүлге дес бермеген бүкір мұндай ұлы аламанға алғаш түсіп отыр. Сондықтан көңілде үміттен гөрі күдік басым. Бәлкім бәйгінің даңқы мен дақпырты ма, әлде осы жолы келген тұлпарлардың атаға әсер етті ме, өзінен өзі еңсесі басылып төменшіктей берген. Аттардан бөлек иелерінің де атағы жер жаратындай. Олармен жалғыз атты жарлы күйіммен қалай тайталасамын? Аттыға еріп, жаяудың таңы айырылатынның кебін кимеймін бе? Дос күліп дұшпан табыламай ма деген сансыз сауал санасында қамалған. Сол күмән, күдік, бәйгі аттары соңғы айналымға жеткенше тарқамады. Бүкір әдеттегідей алдыңғы топтың соңын ала елеусіздеу шыққан. Қоспа елден аулақтау жерге барып жалғыз тұрды. Аттардың екпіні сұмдық, ұялы телефонның секундомерін қосып санап отыр. Алдыңғы топ 3 шақырымдық шеңберді 2 минут 20 секундта өтті. Бүкіл сәл қалыңқы 2 минут 37 секундта кесті. Бас айналым бойы осы көрсеткіш айныған жоқ.
Алтыншыға кеткенде ғана алдыңғы топ тізгін тартты. Әлде аттардың арыны қайтты, әйтеуір екпір бәсеңдеген. Бір шеңберді 3 минут 50 секундта өтті. Бүкір сол қалпы. Алдыңғы 8 аттан не озбайды, не қалмайды. 6-7 айналымда барлығы теңесті. Бүкір 1-2 мәрте топ бастады. Асаба жігіт ақпаратты қайдан алғанын кім білсін, Бүкірді таныстырып жатыр. Ат иесі Ердәулет Боранбаев деп қояды. Қоспа мырс етіп масаттана күлді. 8-9 айналымда алдыңғы топ сетінетті. Арттан 3-4 ат қуып жетті. Асаба алдыңғы топтағы аттарды түгел таныстырып шықты. Әлгінде кеспелтек білгіш айтқан кіл дөкейдің аттары бәрі үзеңгі қағыстыра кетіп барады. Ешкім танымайтын қаратабаны Бүкір ғана. Әзірге алдыңғы үшеуімен құйысқан тістесіп барады. Байқаса қасынан басқа атбегілер таяп келіпті. Біреулері қолындағы рация арқылы шабандозға тапсырмалар беріп жатыр. Бірі айқайлап нұсқау береді, құлағы шалып қалды. 20 нөмірлі атты жіберме дейді Бүкірді айтқаны. Қоспа тағы да езу тартты. Кешелі бері көкейге қонақтап алып маза бермеген күмән бұлты мұның көкірегінен көшіп, енді мына бір дөкейлердің атын бағатын бапкерлерге қонып алғандай. Әлде бір сенім бар. Бүкір сөзсіз бірінші келетініне сенетіндей. Оған өз емес, осы қазір 20 нөмірлі атты жіберме деген қағылез қара жігіт де сенетіндей. Жәкейіңде құлақ бар ма? Деді бір кезде Божбанбет сары жігіт. Қайдан келгені белгісіз, аспаннан түскендей пайда бола кеткен. Жүгіріп жеткен секілді, алқынып тұр. Түрі атбегіге ұқсамайды. Шашы желкесіне дейін өскен, көзінде қара көзілдірік. Не? Деді Қоспа түкке түсінбей. Балада құлағында наушник, рация бар ма өзіңде деймін. Жоқ, оның қажеті қанша? Жіберсін біздің атты. Қайда? Не үшін? Божбанбет көзілдірігін шешіп, түтіп жердей тесіле бір қарады да кете барды. Қоспа да оның сөзінің мәнісін түсіне алмаған күйі атына мініп, сөреге қарай аяңдаған. Алдынан ауылдастары далақтап шауып жетті. Қайда жүрсің, сен іздеп сандалдық қой дейді. Бүкірді көрдің бе, алдыңғы төрттікте кетті. Төрттің не, алдыға шығып алды ендігі, дейді бірі алысқа көз тігіп. Қоспа бұрылып та қарамады, жауап та бере алар емес. Бірдеңе десе жылап жіберетіндей күйде. Көзіне келген жасты іркіп басын изей берді. Сол екі арада аттар да сөреге тақап қалған. Бұлдыраған жанарын бір тіктегенде бұлыңғыр сағым арасынан Бүкірді көрді. Маңдайы жарқырап, жеке келе жатыр екен. Шауып келе жатқан жоқ, көл бетінде жүзіп келе жатқандай. Қоспа атын тебініп жіберіп, жанамалай шапты. Көк Нива бәйгілі көшті бастап келеді. Жиі аялдайды. Қоспаның кеудесі бірде асқақ, бірде пәс. Шалқу ма, қобалжу ма, жүрек құрғыр беймазай теуір. Бүгінгі үлкен жеңіске қуанады. Сонымен бірге Бүкірден айырылып қалам ба деп қорқады. Қонған бақ ұшып кетердей үрейленеді. Кел деп кеугеулейді достары, жол қысқарту ниетімен. Татып алмады. Қойдым, доғардым дейді. Тоқта дейді. Жол бойы дүкенне мейрамхананың сұлбасы байқалса. Көліктер керуені түгел тізгін тартады. Топырлап кіреді, ішіп жемді толтырып алып шығады. Қоспа мырза, Қоспа ырза. Тоқтаған сайын Қоспа жүк көлігінің үстінде бір шығып түседі. Бүкірге барады. Жалынан сипап маңдайынан сүйіп, ешкімге ес бермей сыбырлайды. Бермеймін дейді. Сен ешкімге бермеймін. Өлсем де, енді арақ ішпеймін. Саған сөз беремін. Әлдекім келіп қолтығынан демеп, ерттеп кеткенше бермеймін мен ішпеймінді айтып тұра беруге бар. Жеңімпаздар тұғырына көтеріліп, бәйгеге тігілген қара джиптің кілтін алып жатқан сәтте сансыз бейне камера, қаптаған фотоаппарат бірінен кейін бірі жарқылдата түсірген. Бірі ұзын бойлы қара жігітпен болбыр қарын бұйрабас бала артынан қуып жүріп сұхбат алды. Аты жөнін, телефон нөмірін жазып алды. Қоспа үзіп жұлып асығыс жауап берген. Телеарна тілшісі көрінеді. Кейінірек хабарласамын. Дүлдүлдер дүбірі дейтін бағдарламам бар. Сіз жайлы хабар түсіремін деп қалған. Әлгінде сол жігіттен WhatsApp-ына видео келген. Сұхбатын монтаждап жіберіпті. Бүкірдің жеке дара сөреден сызып өткен сәтін де бірнеше мәрте қайталап көрсеткен. Дереу ағайын туған мен ауылдастар тобына жөңкілтті. Әлгі журналистке сұхбат беріп болған соң ғой, қаумалаған жұрт таныстылып көлікке қарай бет алғанда Бүкірді айнал соқтаған біреулерді көзі шалған. Кілем сом тұлғалы домалақ бас жігіттер. Қоспа тақай бергенде ығысып жол берді, оқшырая қарады. Сен бе? Деді құлағы ит шайнағандай умаждалған біреуі. Не, мен бе? Деді Қоспа ештеңені түсінбей. Сен бе есімін аттың? Болсақ болармыз. Неге өйттіңдер? Неге өйткеніңіз?
Ереке бұларға ескертілмеген еді, деді осы кезде басқа біреуі. Оны бәйгі кезінде тілдесіп қалған Божманбет сары қоштады. Қалай сонда? Қайдан білейік, фавориттер ішінде жоқ еді ғой Болат. Оның үстіне рациясы да болмады, шабандоз балаға хабар бере алмадық. Өй, сендер де бір, жүріңдер осылай жем болып кім көрінгенге. Не деп жауап береміз енді ана кісілерге? Деп жерге былш еткізіп түкірді. Бағанадан бері ернін жымырып, сақауланып тұрған, сөйтсе астыңғы ернін толтыра насыбай салып алған екен. Сары топырақ үстіне жап-жасыл насыбай жоңышқаға тойған аттың тезегіндей төңкеріле түсті. Қаншаға сатасың? Деді, иегіндегі ешкінің құйрығындай келте сақалын сипап. Бір қол қалтада, бір қол біресе сақалды, біресе умаждалған құлаққа барады. Аяқ алшайып тұр. Сатасың ба деп сұрамайды-ау. Қаншаға сатасың дейді. Бұйырғысы келетіндей. Даусы жіңішке болғанымен екпіні өктем, зілі бар. Жоқ, сатпаймын, деді Қоспа кесіп пішіп. Дегенмен дегбірі кеткен. Тап қазір бүкірден айырылып қалардай қорқа бастады. Тізгіннен қысып ұстап алды. Қолына діріл жүгіре бастағанын сезіп тұр. Жарайды, бәйгі құтты болсын, кейінірек жолғармыз тағы бір, деді де кете барды. Артынан нөкері ерді. Осы бір топтасқан жүрсімен ақ сез көрсетіп бара жатқандай. Қоспа қарадан қарап қысылды. Жүрегі түршілдеп, әлде бір қорқыныш бойын билеп алған. Далада қой жайып жүріп қасқыр әуегін талай мәрте көрген. Қойнына шапқанда жалғыз өзі-ақ айқасушы еді. Соның бірінде қорқу дегенді білмепті. Даланың тағыларына селт етпеген жүрегі енді атша тулап кеткені қалай. Өзінің жалғыздығын, қорғансыздығын сезді. Қожайынның жігіттері ғой, деді осы кезде ту сыртынан әлдекім бәсең дауыспен. Бұрылып қарап еді, бағанағы кеспелтек екен. Бәйгі төбенің басында елдің бәрін үйіріп алып, ат туралы әңгімені сапырып тұрған білгіш енді қасына келіпті. Қасындағы ұзын тұрасы бар. Осылар бәле болды, қожайынға арқа сүйеп алып, дейді онысы қостап. Қожайын? Қай қожайын, деді Қоспа. Осы өлкенің қожайыны, атыңды көруге келген ғой. Өзі жаман жігіт емес негізі, айналасы құртады. Жәнтік қошқар құсаған немелер. Дұрыс ат көрсе болды, сатағал қожайынға сыйла деп жапсатта жүреді. Оның мұндай атты Англиядан үйірмен сатып алуға жағдайы бар ғой, мыналар осы арқылы абырой жинақсы келеме, әйтеуір лаңдатып жүргені. Кейде қожайынның атынан өкім айтып өктемдік танытады. Қалай сонда, түсінбедім. Сатып алады, сатпасаң түрлі амалын тауып тартып әкетеді. Бұлар үшін бұл маңайда ешкім қожайыннан озбауға тиіс. Мықтаттың бәрін соның қорасына жинайды, бұлардың көзі түспесін, көзі түссе алмай қоймайды. Әлгінде қожайынның аты екінші келді. Қаржал құла соныкі. Басқалар болғанда жібере салатын еді. Сендер ештеңені білмейсіңдер ғой, содан озып кеттіңдер. Жібергеніңіз, нені білмейміз, деді Қоспа тағы да аңтарыла. Ол ұзақтау әңгіме, тағы бір жолыққанда айтып береміз, деді де кеспелтек әлдеңені жұмбақтап, екеуімен сол жерде танысып, телефон алмасып, достық рәуіште қоштасқан. Тезірек бәйгіңдалда ауылыңа заула досым, басқа сөзді қайтесің, аналарға артық сөз айтпа, ерексуші болма деп, соңға қылын айтып, олар қалды. Екеудің сөзінен жанашырлық сезінгенімен Қоспаның бойын үрей билеген, жүрегі суылдап кетті. Кім болсаң ол бол, бүкірді сатпаймын, ешкімге бермеймін, деді бар қайратын бойына жиып. Ішінен айтты, бірақ тістеніп тұрып айтты. Сол сөзді жол бойы да әлденеше мәрте қайталады. Бірде күлкі аулап, бірде күлік ойлаған көңілі ауылға жеткенше тыншыған жоқ. Қоспа айғайлағысы келіп кетті. Ауылдағыдай, Қоңыртөбенің басында тұрғандай бар даусымен айғайлағысы келді. Ердәулет деп, немесе Қоспа деп, тіпті болмаса ау, айхай, ахау деп әйтеуір айғайлағысы келген. Іште бірдеңе тұрған секілді, соны шығарғысы келіп аласұрған. Бірақ көршілерден ұялды. Түн жарымда балконда тұр. 9 қабатты үйдің 7-ші қабаты. Бірер сағаттан соң шығыстан қызыл арай білінеді, таң атады, күн шапағатын шашады. Алып қала оянады. Қырау батқан алатау бусанады. Таудың мықтылығына бала күннен тәнті. Басын бұлт шалса, етегін қар басса да, күн жеп аяз қысса да былқ етпейді. Шыдамды. Тау сонысымен тау. Үгілмес бекем, мызғымас алып. Қоспа өзін таумен салыстырды. Болмашыға үгіліп, болар болмасқа шаттанып, қолдай-аққа тұрмай кететін үшқалақтығын ойлап қысылды. Дегенмен кеудесінің қуаныш кернеп барады. Өмірінде қалалық жерде бірінші рет түнеді. Бөтеннің емес, өз үйінде.
Алдыңғы жылы үлкен ұлды оқуға түсіргенде бір келіп кеткен. Содан кейін қалаға келгені осы. Ұтып алған 2 көліктің бірін саудалап, соның ақшасына 2 үй алды. Бірін ауылдан, екіншісін қаладан. Ауылдағы үйге өзі кірді, қаладағы құжыра енді үлкен ұлдың меншігі. Университеттің жатақханасын паналап жүргені жанына батушы еді. Енді шағын болса да бас сұғып кірер бір қуысы бар. Келер жылы інісі келіп қосылады қасына. Оның арғы жылы тағы бірі осылай жалғаса бермек. Тұңғышы оқуға түсіп студент атанғанда әкелік арманның бір бөлшегі орындалғандай болған. Өзгелерде соның өкшесін басар, арбаның алдыңғы дөңгелегі қайда жүрсе, соңғысы да сонда. Қоспа осыған қуанулы. Енді осылардың азамат болғанын көріп, үйленіп, үйлі баранды болғанына куә болса, жатса тұрса тілейтіні сол. Ал Алматыда алып шаһардан үйлі болу үш ұйықтаса түсіне кірмеген нәсіп. Балконның терезесінен үңіліп, үйдің ішіне көз жіберді. Қуықта 2 бөлмелі баспана, артық ауыз ештеңесі жоқ. Төрде теледидар тұр, бір қапталда қоңыр шкаф, екінші қапталда ұзын диван. Диван үстінде баласы бүк түсіп ұйықтап жатыр. Әлдеман тұрып оқуына кетеді, қаннен қаперсіз. Осылай боларын бұрыннан білетіндей, осылай болуға тиіс секілді. Кешеде үйді сатып аларда салқын қандылық танытқан. Алып ұшып, асып сасқан жоқ. Оның қасында Қоспа дегбірсіздеу көрінді. Кешегі күнді есін алды. Үй қожайыны алтын тісті бір әйелге ертіп барды. Нотариус екен. 1 сағаттай отырды. Әлде бір қағазға қол қой деді. Қоспа әдеттегідей қара терге түскен. Қолы дірілдеп ырыққа көнбеді. Әйтеуір Ердәулет деп жазды да дөңгелектеп шимайлай салған. Алтын тісті әйел басын шайқап күлді де қойды. Ал ұлы кәдімгідей ысылып қалыпты. Әлгілермен орысша да қазақша да тең дәрежеде сөйлесіп нығыз отырды. Кімге тартқан ей бұл жаман? Деді Қоспа алаңсыз ұйықтап жатқан ұлына қарап. Рәңі өзіне келеді, ал мінезі шешесінікі. Алған бетінен қайтпайтын, өздегені болмаса қыңырайып қалатын қиқар. Шамасы нағашыларына тартқан болар деп топшылады. Кімге тартса да аман болса екен, түріңнің әтасын аузын ұрайын пүштиген. Бұл жаманның да қазір үйі бар, Иә, қаланың қақ ортасында үйі бар. О, тоба. Осындай боларын 10 жыл бұрын біреуге айтсам сенер ме, сенбес пе? Құдай берем десе, демдағы екен ғой. Мен мұның жасында қала түгіл ауылда тауықтай күркесінде үй таппай жүрдім емес пе тентіреп. Шүкір, 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 бүкір, деді күбірлеп. Шүкірді айтқан сайын тіліне бүкір орала беретіні бар. Ұйқаса кететініне басында таң қалған өзіне ұнады. Шүкір, бүкір, тфәй деп 3 рет түкір, деп тақпақтап әйеліне қылжақтайды кейде. Бұл жолда әдеттен жаңылмай бүкірді ойлаған. Қалтасынан телефонын алып, WhatsApp желісіне кірді. Кеше кешкілік кішілімен сөйлескен, бірнеше видео жіберген олар. Соны ашып қайта қарады. Бірінде бүкір жерде аунап жатыр, екіншісінде 1 ай бұрын сатып алған таза қанды 2 жабағыны қасына ертіп алып ойнақтап жүр. Құдды балалығы есіне түсіп ойынға кірісіп кететін үлкендер тәрізді. Жануармай, деді даусы дірілдеп. Сен ешкімге бермеймін. Мейлі кім болса да деп қабағын түйді. 4 тараптың түгел шерігі жиылған ұлы аламанда абырой асырған соң өмірінде біраз өзгеріс болғаны рас. Жаңа үй алды, бүкір үшін арнайы қора салдырды. Бұрын күні-түні ашық қорада жүре беретін енді түн баласы тасада ұстамасы болмас деген. Көз тігушілер көп, біреу сатып алсақ дейді, біреу тезірек аяқтан қалғанын үйірге түскенін күтіп жүр. Тұқым алмаққа Қоспа ешбіріне жылы шырай танытпайды. Арада ай өткенде тағы бір бәйгеге барды. Бұрынғыдай ірі емес дегенмен бас жүлдеге су жаңа көлік тігілген. Бұл жолы да аламан 35 шақырымға жіберілді. Бүкір тағы ат жеткізбеді. Ана жолғы бәйгеден кейін келіп сес көрсетіп кеткен домалақ бас шайналған құлақтар көрінбеді. Келмеген секілді, ат қоспаған. Бірақ өздері болмағанымен сесі жетіп жатты. Біреу келіп ананы айтады, біреу келіп мынаны, бәрі білгіш. Бәрі ақыл айтқыш. Сен енді атыңды да өзіңді де араңдатпа. Олармен бір бәйгеге түспегін дейді бір жанашыр. Олар баратын бәйгеге бармағын. Барған күннің өзінде олардың атымен тайталаспа дейді екіншісі. Үшінші біреу аламанға қосса, сен топ бәйгеге түс. Олар топқа жіберсе, сен аламанға сал. Бәрі сөйтеді. Тіріспей ақ қой, тізең шыдамайды дейді. Әркімнен бір естіген осы сөзді кеспелтек пен ұзын тұрада құптады. Екеуі де ежелден ат жүгірткен кәнігі бапкер. Бүгінде аттан алысқа кетпеген, ат баптайды, бірақ бәйгеге қоспайды. Мұнысына Қоспа таң қалды. Қалай сонда? Қоспасаңдар не үшін баптайсыңдар?
Арқада қыз жайлы болса, арқарауып несі бар бауырым, деді Кеспелтек жұмбақтап. Сату үшін, біздікі таза бизнес, деді ұзын тұра. Жылына бір шетелге шығып таза қанды текті тұқымнан тай құнандар әкеледі екен, оларды өсіріп баптап бәйгеге жаратады, ипподромдағы ұшқырлар жарысына салып арнын байқайды, кішігірім бәйгелерге де қосады, бірақ ірі жарыстарға жолатпайды. Талабы байқала бастаған бетте сатамыз деп жарнамасын жасайды. Әсіресе бәйгінің қарсаңында сауда қызатын көрінеді. Қалталылар шабадан толы ақшамен келеді, сұраған бағаңды беріп сатып әкетеді. Озып жатса атағы солардікі, шаң қауып қалса немесе мертіксе сол жерде арзан бағаға қайта сатып кетеді. Не үшін? Атты өзі жаратпаса, ыстық суығына тоңбаса, оның несі қызық? Ол қандай атқұмарлық, деді Қоспа, еріккен байлардың ермегін түсінбей. Енді әркімнің әртүрлі себебі бар. Біреудің ат баптауға уақыты жоқ, бірақ ат құмар. Екіншісі біреу атақ құмар, үшінші ақша құмар. Жоқ, ақша жетеді оларда. Үшіншісі жағымпаздар. Қожайынға жағынғысы келетіндер көп. Дастарқандас болып суретке түскенді мақтаныш көреді. Жақындасқысы келеді, әлдебір мәселесін шешуді ойлайды, сосын не қылады? Ол кісінің ат спортының жанкүйер екенін білген соң, оның да аңсары атқа ауа қалады. Жақындаудың төте жолы сол. Құдай барды. Ғайыптан тайып, қожайын футбол ойнап кетсінші. Бүгінгі ат қосып жүрген байбағланның біразы бұтына шорты киіп тыртыңдап футболист болып шыға керер еді. Масқара. Ой, оны айтасың, бәйгіден келген аттарын қожайынның кішкентай балаларына сыйлап кетеді осы жағымпаздар. Бірақ осындайлардың аттары өмірі бәйгеден бірінші келген емес. Неге екенін білесің бе? Білмеймін. Біріншіден ниеті түзу емес. Атың не, ақшаң не, басқа затың не, бәрібір бұларға. Өздері ойлайды, атты біз сатып аламыз, болды, бітті деп. Атқа тауар деп қарайды. Негізі ат адамды таңдайды, адам атты емес. Ат жүгіртер адам ақ қағаздай таза болуы керек. Қараулық, қулық сұмдықты жылқы баласы көтермейді. Өзің айтшы, бәйге алдында бүкірді қанша рет сипадың? Есімде жоқ, күні-түні қасыңдамын ғой. Ал мыналар атына қолының ұшында тигізбей бәйге қоса салады ғой. Бұлардың бабы келіп тұрған аттың обалына қалған кезін талай көрдім. Қалай сонда? Кәдімгідей, аттың бағын байлайды. Әдейі оздырмайды. Қожайынның атымен тайталасып келе жатса, рация арқылы бұйрық береді, озба тартпасын деп. Шабандоздарына түсіндіріп қойған. Олар да айтқанын екетпейді. Бітті. Ал бұған ат намыстанбай мекен? Құсаланбай мекен? Шамаң жетіп тұрып, озалмағанға ат түгілі адам да күйіп кетпей ме? Содан келесі бәйгеде бабы келіп тұрса да қырсығып шаппай қояды әлгі. Шыққан тегі сұмдық, бабы да тамаша, бірақ шаппай қояды. Өйткені шабатын кезде шаптырмады, алатын бәйгісін алдырмады. Бітті. Ой, сұмдық-ай, деп таңқалды Қоспа. Есіне биылғы ұлы аламан түскен. Божбан сарының келіп, рацияң бар ма деп дікеңдеуінің сырын ен тұққан. Ат туралы білмейтіні жоқ. Екі достың да бәйгеден жеріп, баптаған атын басқаларға сатуды кәсіп қылып кетуінің де себебін түсінгендей болды. Көп ұзамай жағымпаз атбегінің бірі келген. Әуел баста жағымпаз екенін білмеді. Жақсы көлікке мінген, жақсы киім киген жігіт ағасы өзін кәсіпкермін деп таныстырған. Жүйрік аттар ұстайды екен, бүкірді көруге келіпті. Әр тақырыпқа бір шауып әңгіме айтқан. Сөз түйінін қожайынға кептіреді. Үлкен кісі ғой, назары түскен екен. Меселін қайтармағын. Сәлем бере бар, қонағы бол, атыңды мінгіз, деді әр сөзіне салмақ салып. Қоспа осындай қолқалаудың бүгін болмаса ертең боларын сезіп жүрген. Сөзін жұптап, сыналар сәтті күтіп жүрген. Сол себепті шоршып түспей салмақты қалып танытып, үнсіз тыңдады. Онысын көңді біттіге жордау, әрі қарай тұқыртқан. Әркімнің ақ қожайынға мінгізген атын санамалады. Бірер үйірге жетерлік екен. Өзі де бір емес екі жүйрігін қатар беріпті, ақсыз, пұлсыз. Айтысына қарағанда содан кейін-ақ жол ашылған, кәсібі өрге басқан, түрмеде жатқан ағасы бостандыққа шыққан, әпкесінің қызметі өскен, айта берсе көп. Көңілі түскен адамға көл, көңілі қалғанға шөл көрінеді. Шөлге ұрынғандарды да айтып сес көрсетіп қойды. Алды өліп кеткен, арты түрмеде жатырмыз, біраз дүние айтты. Бірақ діттеген мақсатына жете алмай қайтты. Бер алмаймын деген Қоспа. Бағымыз да, сорымыз да бір-бірімізге байланғанбыз. Менен кетсе ол жүгірмейді, мен де оңбаймын. Қожайында ат жетеді ғой, кедейдің жалғызын қайтсын о кісі. Ой баяу, аттың не бір саңлағы қорасында тұр ғой, бұл оған емес, саған керек, жолың ашылады, жекжат боласың. Қоспа илікпеді.
Ыздиып келген кәсіпкер сызданып кетті. Сол сызданған сыздауықтың соқтасы бір күні жарларын Қоспа сезді. Аңдысу мен арбасу ұзаққа созылмады. Астанада өтер аламанға апта қалғанда 4-5 көлікке мінген адамдар ерен параннан сау өте түскен. Арасында ақ халат киген мал дәрігері бар. Мал дәрілейміз, екпе саламыз дейді. Қоспа қораның есігін ашып ішке бастады. Қой сиырды айдап шығып мініс аттарын алдына тартқан. Бәйгі аттары керек деді олар. Бәйгі аты жоқ. Қайда? Шабандоз балалар мініп кеткен. Шақыр. Тау арасында ұялы телефон тартпайды, кешке бірақ келеді. Келген күннің өзінде терлеп келеді. Дәрі салдырмаймын. Неге? Ауырсынады, әлсірейді дегендей. Бәйгіде таяп қалды, болмайды. Жоқ, саламыз. Басқасына сала берсеңдерші. Бәйгі аттары керек. Тезірек алдыр, қолымызда бұйрығымыз бар деп бір жапырақ қағазды жалаулатқан. Қоспа қағазды алып ежіктеп оқыды. Аудандық мал шаруашылығы бөлімінің мөрі соғылған қағаз екен. Әлде бір ауру шығыпты мыс, қолдағы малды жаппай вакцинациялау жүріп жатыр екен. Қоспа қолы ойлады. Жарайды, күтіңіздер, келіп те қалар деді. Жол тосып отырған жандай қырға көз тастап. Өзі үйге кіргенсіп, шабандоз баланың біріне қоңырау шалған. Мен айтпайынша ауылға қайтпаңдар, кеш боп кетсе Тимурдікіне барыңдар деп шолақ қайырды. Қонақтарды үйге түсірген. Ас суын беріп күткен, түс болды, келмеді, кеш батты, жоқ. Қоспа алаңдағандай болып өтірік жыбылықтап жүр. Қонақтар қозғала бастады. 4 көлік шағын ауылды шаңға бөктіріп кете барды. Оларды көзбен ұзатып тұрып, Қоспа шырт еткізіп жерге түкірді. Шу өзені суын сапырып ағып жатыр, гүр-гүр етеді. Өзенмен жарыса салынған автожолда көліктер жүйткейді, сыр-сыр етеді. Ара-тұра торғай шықылықтап, сиыр мөңіреп қой маңырайды. Тіршілікте тыным жоқ. Қоңыр төбені асып Қырғыздың Шым Қорған қаласына қоныстанғанына айдан асты. Бүкірді Қырғыздың бір атбегісінің қорасына кіргізген, өйтпесіне болмады. Соңғы бәйгі бір түрлі өткен. Әуелгіде аламан 35 шақырым деп хабарланған еді, бірақ дәл басталар алдында 25 шақырымға қысқарды. Атшабар жолы балшық немесе қатқақ тұяқ таяды, сіңірді ұрат дейтіндей емес, күн жылы жер құрғақ. Қоспа бұл өзгерістің мәнісін түсіне алмаған. Бүкір осы уақытқа дейін қысқа қашықтыққа шауып көрмеген, ұзаққа сілтейді үнемі. Басында қалың шаңның ішінде бой жасырып жүреді де, соңғы айналымдарда ашыла түседі. Осы жолы тыз етпе сүйегі жеңіл жүйріктердің жолы болғалы тұр. Бұл көсілем дегенше сөреден өтіп кетуі кәдік. Ал дегеннен олардың екпініне ілесемдеп борбайласа, барлығып қалуы мүмкін. Қоспаның шақшадай басы шарадай болған. Сол екі арада үнемі қосақталып жүретін екі дос кеспелтекпен ұзын тұраны көріп қалған. Қол бұлғап шақырып алды. Үшеуі оңаша ақылдасты. Күбірлесті, күңкілдесті. Содан соң шабандоз баланың құлағына әлденен шегелеп тапсырды. Аттардың лап етпес шығысы қатты болған. Бүкір орта шенін ала ілесіп келеді. Алдыңғы топ 4 айналым бойы бір екпін тұстады. 5-шіге жеткен кезде сәл тізгін тартып бәсеңсіді. Бәрі түсінікті. Бар күшін ақырғы сәтке сақтағысы келеді. Бапкерлердің бұл тәсілін Қоспаға ақыл қосқан екі достың қулығы быт-шыт қылды. Тап сол кезде бүкір суырылып шыққан. Шабандоз бала құдды сөреге таяп қалғандай тебінеді. Оны айтасыз қамшы үйіріп қиқулап қояды. Алдыңғы топты демде қуып жетті. Озды. Оны сатып алмас үшін басқалар да тебінді, қамшы басты, ілесіп ақ бақты. Бірақ алдыда бақандай 3 айналым бар. 10 шақырым бойы мұнда екпінді сақтауға аттың аты шыдайды. Қоспа тауға желіп шығып, егіс алқабын кешіп өтетін бүкірдің қара күшімен алқымы спес кең тынысына сенген. Сол сенім ақталды. Бүкір арындаған күйі алдымен келді. Оған бәсекелесем деген 5 аттың екеуі ғана сөреден өткен. Қалғаны жолдан тоқтап, біреуі зорығы бөлді. Ұзаққа шабар атты қысқы қашықтыққа оздырғанына насаттанған Қоспа айналасына қораздана қараған. Телефонына дамыл жоқ. Ағайын туыс таныс біліс құттықтап жатыр. WhatsAppқа келген хабарламаның бірін оқса, біріне үлгерер емес. Бүкірді жетелеп қантар қатып жүрген. Атпен бірге желе жортады. Бір кезде далақтай шауып бір бала жетті. Қолында телефон. Сөйлесіңізші дейді. Қоспа құлағына тақай берді. Арғы жақтан таныс дауыс естілді. Бірден таныды. Кеспелтек. Әшейінде айғайлап сөйлейтін бұл жолы сыбырдан жоғары, самбырдан төмен сақтықпен әр сөзін нығарлай айтады. Бүкірді үйге алып қайтпағын дейді. Бүгін Құнаннан бас жүлдені алған қырғыздарға бар. Менің досым. Оған бәрін айтып қойдым. Бәйгеге әкелген 3 атының біреуі әлгінде зорығы бөліпті. Соның құжатымен шекарадан өткізіп жібереміз. Сөйт бауырым, қалғанын кейін айтам.
неге дегенше болмады, байланыс үзіліп кеткен. Қайта қоңырау соғып ет, көтермеді. Қоспа сең соққан балықтай теңселіп жүрді де қойды. Бір қатер төніп тұрғаны анық, тегін емес. Ар ойлап бер ойлап нар тәуекел деген қырғыз атбегісін тез ақтапты. Жұрт марапаттау салтанатына жиылып абыр-сабыр болып жатқанда бүкірді көлікке тиеп жіберді. Үстіне қырғыздың қызыл жабуын жауып, бас көзін тұмшалаған соң адам танымастай өзгерген. Ал бүкірдің жабуын мініске деп әкелген жирен жорғаға жаба салды. Жүлдені ала-сала қозғалмақ болған, бірақ ат тасымалына арналған көлік тіркемесінің дөңгелегі жарылғанын байқады. Бір емес екеуі бірдей. Қастық болғаны анық. Пышақпен тіліп кеткен. Үрлеп алып амалдауға келмейді. Біріне қосалқы дөңгелекті салуға болар, екіншісін қайтпек керек. Шопыр шырпыр ал Қоспа сасқан жоқ. Қайта қаскөйлердің алдын орап кеттік деп ойлады. Бүкірді қырғыз атбегісінің көлігіне тиеп жібергеніне қуанды. Сақтық ойлап, айналаны бағып-ақ тұр. Әзірге күдік тудырарлық пенде байқалмайды. Бүкірді көргісі келген қарапайым жұрт ентелеп келіп, еңсесі түсіп кетіп жатыр. Бәріне сатылып кетті деген сөзді айтқан. Ауылдастарына да соны айтқызды. Қас қарайды. Бәйгітөбе маңайындағы адам сиреген. Тек төбе басында бір үркердей топ үдірейіп қарап тұрды. Бір-екеуі сумаңдап келіп сөзге тартқансып кетті. Сұр жабудың астындағы ат бүкір емесін көріп кетті. Әбден бұлар жолға түсіп ұзағанша қозғалмады. Жолда кеспелтек қайра телефон толғаған. Үйге барма, бір бәлеге ұрынасың дейді. Енді қайда барам? Қырғыз ас. Кеденнен өтпе, кедергі болуы мүмкін. Тау арқылы тарт. Бала күнінде базарға мал айдаған қазақтармен бірге Тоқпақ қаласына бір рет барған. Жолды жобамен білет. Ауылға жетпей жирен жорғаны көліктен түсіріп алды. Түн қата жолға шықты. Таң қылаң бере Қоңыртөбенің желкесіне шықты. Айнала алақандағыдай көрінеді. Күнгейге қарай бет түзеп, 2-3 қырқа асса қырғыз жайлауы басталады. Одан әрі қарайғы соқпақ сайрап жатыр. Салып ұрып, шуға барып тіреледі. Суы аздау болса кешіп өтуге болады, болмаса жайдақтау жайылмасын табуға тура келеді. Қоңыртөбенің басында күйгелектеніп біраз жүрді. Көңіл түкпірінде бір қимастық бар. Ауылға қарай қайта-қайта дүріп салады. Бала күнінде осы биіктен қарағанда туған ауылын басын тауға тіреп, аяғын өзенге малып отырған алып адамның сұлбасына ұқсатушы еді. Бүгінде сол алып адам бұрынғыдан да толысып, зорайып кетіпті. Үйлері көбейген, ағаштары қоюланған, айнала толған мал, етектегі егіс алқабынан бастап таудың қойна қоншы бос емес, сай-саланың бәрінде мал жатыр. Бірінде жылқы, бірінде сиыр, ара-тұра мал түгендеп жүрген иелері көрінеді. Ауылдың 4 қапталынан 6 отар қой шықты. Барлығы өріс қуалап тауға қарай ентелеп келеді. Түскедейін етекке ілініп қалды. Іркес-тіркес әр тұста жусап жатыр. Қойшыларда бір-бірін тапқан, аттарын тұсап қойып, бір төбенің басында ұйлығыпсып отыр. Не тамақ ішіп отыр, не карт ойнап жатыр, екінің бірі. Ара-тұра малы қосылып кетпес үшін біреу шығып, ары-бері шапқылап қойдың басын бір қайырып, аяғын жиыстырып қояды. Тимурға тағы телефон шалды. Ешкім келген жоқ дейді. Онда қайтамын дейді. Ойбай тұра тұрлайды ол. Не істерін білмеді. Жайқала өскен аршаның жапырағын шауып, қоржын басын толтырып алды. Қораның бір шетіне іліп қояды. Ауруға қарсы қасиеті бар. Түтіндетіп қораны ұстаса, жылқы малы жөтелге шалдықпайды. Ауыл жаққа қайта дүрбі салды. Көз ұшынан бір көгала шаң көрінген. Екпіні қатты 2 көлік келеді. Жүрегі атқақтап кетті. Көз алмай қарап тұр. Екеуі жарысқан күйі ортаңғы көшеге келіп кірді. Әлден уақытта телефон шырылдады. Тимур екен. Тыңдап тұрып, бір қызарды, бір сұрланды. Атына мініп, қырғыз қайдасың деп тартып отырған. Шым қорғанға күздің соңы келген. Қыс қаһарлы, қар қалың болды. Бүкірді күнара бір мінет, қалың жабулап, күртік қарды омбылай кешіп жүріп ақ ащы терін алады. Шу өзенін кесіп өтіп, тауға да шығады, көбіне көп Қоңыртөбені бетке алып жүреді. Жете алмасын біледі ғой, алыстан көз суарып, көңілдегі сағынышын бір басып қайту басты мақсат. Бүкірде туған жерді аңсағандай басын шұлғып, ауыздығын керіп, аяғын ширақ басып кететіні бар мұндайда. Тартып ақ кеткісі келеді, екеуінің де. Бірақ Қоспаның жүрегі дауаламайды. Ауыл жақпен сөйлесіп отыр, жиі-жиі бейне қоңырау шалады. Әке сені сағындық дейді балалары бұртиып. Атың құрсын өзің келші дейді қатыны назданып. Әзірге келмей тұра тұр, мыналардың түрі жаман дейді Тимур досы сақтық ойлап. Бәйгіден соң үйіне соқпай Қоңыртөбені асырып бара жатқан кезде де осыны айтып еді. Тау басына шығып телефон толғаған кезде
кет тезірек кет, мыналардың түрі жаман деп шыр-шыр болған. Құдды сол мезетте ұсталып қалатындай. Мыналар дегені әлгі бір мал дәрілеуді желеу еткен одыраң топ. Бұл жолы ақ халатты дәрігермен қоса погон таққан полицейді де ілестіріпті. Тап бір қылмыскерді іздегендей. Ауылдағы әр үйдің қора қопсысын сүзіп шығыпты. Жақын маңдағы малшылар қыстағынан да түк қалдырмаған. Тимурды ерекше қыспақ қалыпты. Ақыры түк өндіре алмаған соң үйін тінткен. Атасынан қалған 5 атар бар екен, құжаты жоқ деп соған жабысады. Үстінен іс қозғаған. Бір ай қамалып, ықпалды туыстарының арқасында айыппұл төлеп зорға құтылған. Қырғыз жерінде бүкір 2 рет қара жарысқа қатысқаны болмаса, көп жерде бой көрсетпеді. Бірақ бабында ұстады. Қырғыз бапкер жазға салым Астана маңайында өтетін ұлы аламанға дайындайық деген. Іштей қорқақтап тұрса да амалсыз келісті. Атын ауыстырып Қарақылыш деген бүркеншік атпен құжат жасатты. Маңдайдағы төбелімен ақбақайын қарақошқыл түспен бояп ет, сүлік қарагер болып шыға келген. Осылайша арқа төсіндегі аламанға Қарақылыш болып барды. Бабын өзі келтіргенімен бәйге күні қасына жоламай сырғақтап жүрді. Қордайлық бір жылқышының атынан тіркеді. Құнандар шауып жатқан, елдің назары сонда. Топ бәйгімен аламанға қосылар сәйгүліктер жабулы күйінде ат суытар алаңқайда айнала жүрген. Қоспанның 2 көзі бүкірде, мойнын қайта-қайта сүзеді. Бабы келгенде солай істейтін әдеті. Жай жүрістің өзінде қасындағылардан озық жүруді қалап, дүбір шыққан сайын тыпыршушы еді. Бұл жолы да сол мінезіне басыпты. Шабандоз бала тізгінді бір жіберіп, бір тартып, ауыздықпен алысып әлек. Бір кезде кесе көлденең шапқан бір аттыны байқатты. Тура бүкірдің тобына беттеп барады. Жетті. Сәл тізгін тежеді де, құйындатып шапқан күйі дөй далаға лағып кетті. Тап бір хәл сұрасып, қол алысып қана өткенде еркілген. Қоспа әуелгіде ештеңенің мәнісін ұқпады. Бәйгі сайын бір-бір жарау атқа мініп алып, оң-солды жүйткіп жарысып жүрер желөкпелерді көретін солардың бірі шығар деп шамалады. Тек бүкірдің бір орнында тұрып қалғанын байқағанда жүрегі сырқ етіп, кіндігіне түсе жаздады. Шабандоз бала қолын ербеңдетіп атты айнала бірден істеп жүр. Қоспа жаяу еді. Қасында тұрған біреудің ертеулі атына қарғып мініп тұра шапқан. Артынан иесі айқайлап, тағы біреулер соңынан қуалағанын байқамады да. Бұл барғанда бүкір 4 тағандап тұр екен. Жүрсе құлап кетердей. Шабандоз ботадай боздап жылап жүр. Ана бір аға, ана біреу, торатқа мінген, қамшымен ұрды дейді, өксігін баса алмай. Қоспа қор-қор етіп, дірдек қаққан бүкірге таяп барды. Қақ маңдайды қақыратып кетіпті. Тура төбелді көзде бұрған. Жағылған қара бояу қанмен шыланып, сырғанай ағып барады. Аттың аларып кеткен көзіне қарады. Шарасы жасқа толып кетіпті жануардың. Кірпігін бір қаққанда, қос көзден мөлдір тамшы жарса домалаған. Қоспаның да көзінен жас ыршып шықты. Атаңа нәлет, иттер, деді тістеніп. Бүкірдің мойнынан құшақтап жалынан сүйді. Құлағының түбін қасыды. Қалтасынан бет орамалын шығарып көз жасын, одан кейін маңдайдан аққан қанын сүртті. Адамдар жиналып қалған екен, көргендер бар көрінеді. Қалай болғанын сампылдап бір-біріне айтып жатыр. Қоспаның олармен ісі болмады. Кешірші, деді бүкірге құлақ түбінен сыбырлап. Кешір мені. Қорғай алмадым, кешір. Мен сорлыны кеш. Осы сөзді күткендей бүкір бір сілкініп, бойын жиып алғандай болды. 4 аяғын асықпай жинап қалпына келтірді. Келер сәтте алдыға қарай ұмсынды. Тәлтіректеп 2-3 қадам жасады. Сәл іркіліп барып қайта жүрді. Осылай кібіртіктей басып жүріп кеткен. Оң тұрмай ұрған көрінеді, я қол ауыр көкпаршы, я немесе қамшыгер біреу. Қамшысы да жай емес, ұшына қорғасын құймаса да, өзегіне өгіз терісінен таспа жүгірткен дойыр секілді. Бүкір біразға дейін есеңгіреп жүрді. Қоспа қастықтың қайдан келгенін білмейді емес, шамалап болсын біледі. Қожайынды жағалаған жандай шаптардың ісі де. Бағана ат жалмандай жалмаңдап жүрген 3-4-еуін сырттай көрген. Тек оларға бүкірді кім ұстап бергені жұмбақ. Ешкімге көрінбей, елеусіз-ақ келіп еді. Бүкірдің де төбелін жасырып, сүйегін танымасын деп жабу астында жасырын ұстады. Сонда кім, қалай таныған? Қоспа осының ұшығына жете алмады. Ұстап алмаған соң,
Мұның не деп арызданудың да жөні жоқ. Қырғыз бапкер бәйгеге қоспай осы жерден аман алып кетелік. Шымқорғанға барған бетте сатуды ойластырайық немесе үйірге салып құлын алайық деді. Өзде соны қош көрген. Бірақ іште бір есесі кетіп бара жатқандай күйгелектегені рас. Әбден басы қатты. Жетегіндегі бүкірдің әр қимылын бағып отыр. Аяқ алысы көңіл күйі көтеріліп келеді. Әжептәуір сергіп қалған секілді. Бағанаға жасаурап өлімсіреген көзі жоқ, жанары шақпақ тұтатардай жайнап тұр. Оның ішінде де бір ыза мен кек бар секілді. Осы жолы бәйгеге жібермей алып кетсе кешпейтіндей көрінді. Қоспа ар ойлап бер ойлап, ақыры нар тәуекелге бел буды. Бүкірдің тарқатқан жалқұйрығын қайта сүзді. Күн бұлтты, жер лайсаң еді. Атшабардың төменгі жағы буалдыр тұманнан бір көрініп, бір көрінбейді. Бүкір өзгеше шапты, өрешелене шапты. Бұрынғы бәйгелерде алғашқы айналымдарда өзгелердің аңысын аңдып, алдыңғы топтың соңын ала жүріп, ақырғы сәтте көтерілетін. Бұл жолы дегеннен алдыға шығып кетті. Қасынан белді қара ілескен. Ол да қас жүйріктің нақ өзі. Жануардың бір қасиеті қара сүйеп шабады. Қасындағы ат жүйткісе жүйткейді, іркілсе бәсеңдейді. Не озбайды, не қалмайды. Құтты тізгін ұшынан байланып қойғандай. Алдыңғы атқа ілесіп алып, салпақтап отырады. Талай бәйгеде осылайша бірінші атқа жабысып жүріп екінші келген. Мінезі солай. Иесі де кеуде қақпас, дәрте сындырмас момын жігіт. Барға қанағат, осыған тәубе деп разы болып жүргені. Бәйгі бойы екі қара бір-бірінен ажырамады. Алдыңғы топтан арқан бойы озық жүрді. Қоспа сағатына қарап аттардың екпінін есептеп отыр. Бұрынғыдан 40-50 секундқа жылдам өтіп жатыр. Ақырғы айналымға да осылай қосақталып кеткен. Төменгі бұрылыстағы тұман ішіне екеуі бірге кірген. Бағанағы буалдыр тұман қоюлана түсіпті. Ештеңе көрінбеді. Екеудің артын ала іркес-тіркес алта ат ілесті. Нағыз айқас осы тұман ішінде болар анық. Қайсысы бұлтты жарған күнде жарқырап шығады, сол бас бәйгін алады. Ел жұрт әлден қиқулап, жел табан жүйріктерді тағатсыздана тосып отыр. Бұлдыр арасынан алғашқы ат та көрінді. Жалғыз, баран емес, қылаң екен. Оның соңынан іркес-тіркес үшеу шықты. Тағы екеуі қарауытты. Бәйгі бойы топ бастаған бүкірмен белді қараның артынан кеткен алтауы барда, екі жүйріктің өзі жоқ. Қоспаның жүрегі кеудесінен шығып кетердей аласұрды. Ары-бері жүгіріп ат істеді. Жұрт бәйгіден келген жүйріктерді сүйемелдеп, айқайлап қиқулап жатқанда ол далақтап шауып қою тұман арасына кіріп бара жатты. Қалың тұман ішінде не болғанын ешкім білмейді. Қатар келе жатқан қос атқа қастандық жасалды ма, жасалмады ма, ол жағы да беймәлім. Із қуалап едәуір жерге барған Қоспа екі шабандоз баланы мінгестіріп қайтқан. Қатар құлап, жарыса жылаған сол екеудің сөзі де бір жерден шықпады. Бірі астыңғы айналымға барғанда бүкір бас бермей алып қашып кетті десе, екіншісі әлде бір аттылы адам қақпайлай шауып атшабар жолынан шығарып жібергенін айтады. Белді қара келесі күні табылды. Бір төбенің етегіне барып зорғып құлапты жануар. Ал бүкір жоқ. Қайда бет алғаны белгісіз. Сол шапқаннан тоқтамағаннан, сол кеткеннен қайрылмаған. Біреулер ертеңіне тентектің бойынан көріптіміз. Бурыл атты адам жетектеп бара жатқан деседі. Бірақ оның да анық қанығы күмәнді. Арқадағы бәйгіде жоғалған ат Жетісудағы тентек бойына бір күнде шауып жетті дегенге Қоспадан өзге жұрт иланбады. Бір анығы тап сол бәйге күні тентек өзені ерекше тулап ағыпты. Соңы